Табиғаттың сұлулығымен астасқан ұлы өнер қазақтың ою-өрнек өнері деуге негіз бар. Себебі қазақтың ою-өрнегі қай жағынан келсең де табиғатқа иек артып жатыр. Көшпенділерді қоршаған табиғи орта, мал шаруашылығы, сондай-ақ даланың гүл бәйшешегі, қызғалдақтар, жайлаудың үстінде шайқатылған мыңдаған гүл шөптер шеберлердің дүние танымын байытып, дала шеберлеріне көз тұндырар небір тамаша дүниелер жасатты. Ісмерлер ою-өрнектің түрлі нұсқалары арқылы қазақ сахарасының көшпелі тұрмысын, әдет салтын, көркем табиғатын өз келбетімен нұсқалады. Қазақтың ұлттық ою-өрнектері көптігімен таңдай қақтырады. Ою-өрнектің 500-ге таяу түрі бар дей келіп, қазірше оның 230 түрін атымен атап отыр. Халқымыздың ою-өрнек өнері киіз басу, киіз ою, кілем, бау-шу, ши тоқу, зергерлік, сәулет өнері сияқты күнделік бұйымдарының бойына әбден сіңірілген. Ою-өрнекті қазақ даласында оқу сызу пайда болмай тұрып, дүниеге келген жазуы, хаты деуге болады. Қазақ халқының қолөнерінің сала-саласында кең қолданылып келген өнердің өте көне әрі күрделі түрі ою-өрнек өнері. Ою-өрнек қолөнер бұйымдарының эстетикалық әрі тұтынушылық мәнін аша түседі. Ою-өрнек өнерінің даму барысында әр дәуір өз таңбасын басып отырған. Сонымен бірге халқымыздың географиялық орналасуына, әдет ғұрып, салт дәстүрлеріне байланысты ою-өрнек үлгілері әртүрлі жағдайда түрлене дамып отырған. Қазақ оюларының мазмұны мал өсіру мен аңшылықтың, жер, су, көшіп қону көріністері мен күнделікті тұрмыстық заттардың бейнесін аңғартады. Қазақ ұлттық ою-өрнегінің бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. Ол атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып, қолданыстан шықпай дамып келе жатқан өнер түрі. Қазақтың бүкіл тіршілігін ою-өрнексіз елестету тіпті мүмкін емес. Қазақ ою-өрнегі қошқар мүйіз түрінен бастау алатындықтан, қандай ою түрін жасағанда да мүйіз бейнелі айшықтар қазақ ою-өрнек өнерінің негізі болып келеді. Мүйіз өрнегі кейде ұсақ, кейде ірі алынады. Ұсақ түрлері ағаш, сүйек, мүйіз сияқты нәзік қолөнер саласында пайдаланылады. Ірі түрлері сырмақ, текемет, алаша, кілем, сәулет өнерінде сан түрлі мәнерде қолданылады. Қазақтың далалық өмірі әрбір қазақ баласын өз үйін өзі жабдықтап алуға итермелеп, қолөнеріне әкеліп, шеберлікке еріксіз баулыған. Қазақ ұлттық ою-өрнегінің бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. Ол атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып, қолданыстан шықпай дамып келе жатқан өнер түрі. Қазақ ою-өрнегі қошқар мүйіз түрінен бастау алатындықтан, қандай ою түрін жасағанда да мүйіз бейнелі айшықтар қазақ ою-өрнек өнерінің негізі болып келеді. Мынау қазақтың ыдыс аяқ жақ ұстайтын асалал шиі, бұны өреше дейді. Әр түрлі мүйіз салып, гүл салып, жіппенен ия болмаса түрлі жүндерменен орап шиді, одан кейін тоқиды. Өрнегін салуда мына өрнекті бір әдиял немесе үлкен бұлдарға сызып алып, жерге қойып, соның үстіне салып отырып бірден орап шығамыз. Кейін артынан болғаннан кейін тоқимыз. Табақ, ожау сияқты нәрселер салынып көшкенде ұлтымыздың ежелгі ыдысының біреуі. Аяққап дейді. Мынау чыны қап. Чыны салады ішіне. Мынау қазанды ұстайтын тұтқыш дейміз. Енді чыны қабымызда қатты қып, кигізден сырып жасаймыз оны. Өйткені ол чыны салғаннан кейін чыныға керек. Енді мынау қап. Бұл да қазақтың, ұлтымыздың ежелгі ыдысы. Бидай саламыз. Тары, арпа сияқты астықтар салатын қап деген ыдыс. Осы күнде біз мынаған нан саламыз. Әртүрлі жіптен тоқылған. Мынау кереге қап. Керегенің басына кигіземіз. Ана кереген жинағаннан кейін соның басы сынбау үшін кигізетін кереге қап. Мынау кигізден жасалады. Мынау уық қап. Уықтың басына кигізетін. Уықтың барлығын бірлестіріп, буғаннан кейін басына мынаны кигіземіз. Мынау да ұлтымыздың бір қолөнер бұйымы, әдиял кілем орнына істетілетін кестемен тігіледі мүйіздеп, біз кесте. Мынау алаша. Бұл ұлтымыздың байырғы қолөнер бұйымы. Бұлдағы мақал бар.
Kanından da жақсы қараша бар, кілемінен жақсы алаша бар деген. Теңеу сондай қолөнер бұйым бұл. Жіпті ергеннен кейін түрлі түсті бояуға салып, осылай термелеп тоқып құрастырып жасаймыз. Бұған тең буа салуға да болады, құрып қоюға да болады, астыға салуға да болады, барлығына қолданылады. Мынау қоржын. Бұлдағы жіптен кестеленіп, термеленіп тоқылған қолөнерменен. Мынаны атқа мінгенде, онда-мұнда жолаушы жүргенде керек жарағымызды ішіне салып, ертоқымның үстінен салып аламыз. Қазақ ою өрнегі өзінің ұзыннан ұзақ тарих көшінде сан өзгерістерді бастан кешіп, дамып, жетілді. Жүйеден бедері түсірілген үлгіні ойып, кесіп, қиып, немесе екі затты оя кесіп, қиюластыруды халқымыз ою деп атаса, киім кешекке, түс киізге, тағы басқа қолөнер бұйымдарын кестелеп бейнелейтін бедер, сол сияқты тоқылатын алашаға, терме бау басқұрға түсірілетін түрлі геометриялық бедерлерді өрнектейді. Енді мына термелі бауларды түгел ана ұқсап теріп байлаймыз, ол бір жағы өзіміздің мәдениет, сәніміз, оны айқастырып, үзіктен 4 бау, 5 бау тағылады, 4 бау, әзір мынада 3 бау тұр. Үзіктің екі жағынан 3-тен 6 бау. Мынада 4 туырлық бар, 4 туырлықтың 4 жағына 8 бау келеді. Чаңыраққа екі жағына 2 жел бау, мына есіктің тастама бауы менен сонда 17-18 бау тағылады бір үйге. Мынау уықтың аяқ бауы. Уықтарды үйді жұғып уықты жинастырғаннан кейін аяқ жағын осымен қысып байлап қоямыз. Мынаның өрнегі мүйіз. Мынау тегеріш, оның бас жағында кесте. Бұл ана туырдық қас дейміз, ана қара кигізге ою басқан. Сол туырдық қаспенен басқұрдың ортасына ұсталатын кестені тегеріш дейміз. Мынаны шүперекке сызып, кестесін тігіп алғаннан кейін, кигіздің үстінен апарып жапсырып, тігіп тастаймыз. Енді анау қара кигізді қара бояуға бояп, онан кейін барып, оның бетіне ою жапсырып, оны жиектеп тігеміз. Оны туырдық қас дейміз. Термелі бау дейміз, бұл туырлыққа, үзікке, үйдің ішіне тағылады. Бұның бір қанша түрі бар. Төбел мүйіз, қошқар мүйіз, кілеш мүйіз, шашырәнді гүл, сыңар өкші. Бұның 20 неше түрі бар. Әрбіреуін тоқи беруге болады. Мынаның барлығы мүйіз, төбел мүйіз де бар. Мынау қошқар мүйіз. Мынау қошқар мүйіз. Мынау иттабан деген кішкене таңдай делінеді. Мына баулар мүйіз боп келген баулар. Мынау да. Сыңар өкші. Мынау. Сыңар өкші бау. Тоқылған. Алашада термелі баудың бір қанша үлгісі бар. Мынау қошқар мүйіз. Міне біреу иттабан. Міне біреу де қошқар мүйіз. Мынау таңдай. Мынау шашырәнді гүл. Мынау çıtıra. Mine birev müyüz. Mınav sığar ökşü. Mine birev kileş müyüz. Mınav jürökşü gül. Delinedi. Bu da bir qancha türü var eкен. Қазақтың сүйкімді оюларының бір парасын өмірге әкелген символы, төз табаны 4 елі атан түйелер ашқан ұлы жібек жолының бойында, шығыс пен батыстың арасындағы керуен жолдарында қазақтың ою өрнегі тоғанақ-тоғанақ теңдер шешілген жерде берекенің шашуындай шашылып қалғаны сөзсіз. Осы топырақтағы бауырлас халықтардың бұйымынан, киімінен қазақы символ мүйіз өрнектерді көргенде жанарымыздың бір жарқ етіп қалатыны бар. Мақтаныш па, жоқ әлде өз құндылығының қасиетіне өзің жете алмаған махаббатсыздыққа өкініш пе, екі арасы белгісіз бір жарқ ету.
Өткен өкүнүчтөрдүн орнун сәл де болса толтыргандай, бүгүнде тарихтың аргы бетине асып бара жаткан улуттук кундулуктардын этегинен мыктап ұстап, казакый өрнектерди ортамызга кайта келүүгө өз үлесин косуп, улуттук накыштардын дамуу мен колданысына еңбек сиңирип жүргөн шеберлер аз да болса табылат. Мен өзү кичкентайымдан осы өнөргө кызыгып, көркөм өнөр мектебине кабылдандым. Онун көркөм мектептин ичинде сол мына сүрөт факультетуна кабылдандым. Сол сүрөт сызуу факультетуна. Сол мен 79-жылы битирип Алтай аймактык оюн согуу үйүрмөсүнө сакана жана кийим жоболоочу болуп, сол жерде жумуш жасадым. Сол осы жумуш менен айланышканыма да 40 жыл болду. Менен бурундан бери осы ою өрнөктөрдү зерттеп, кийимге өзүм әрлендирип жасап келе жатырмын. Онун кийинки бир себеп болгон нерсе, мен 92-жылы осы мәдениет алмаштыруу барысында Казакстанга барып, осы кәсибимди дамытуу жөнүндө көптөгөн өрнөктөрдү зерттеп, осы кийим жасоо жөнүндө өрнөктөрдү өзүм жаңалап отурдум. Мисалы, Алматыдагы музейканадан жана китаптардан бурунку байыркы өзүбүздүн ата заманыбыздагы жасалган ой өрнөктөрдү жаңалап осы заманга алып келип, осы заманга кийим өрнөктөрүнү жасап жатырмын. Байыркы кийимдердин ичинде энди мына казбалардагы деректерге караганда эр адамдарда да алтын кийим жасалган экен тегинде. Алтын менен аптал, күмүспен сапталган деп жатат го. Мисалы, сол сыяктуу кийимдерди де сол алтындан, күмүстөн зээрлеп, ат көтөрө алмайтындай жасаулар менен кыздарды солай чыгарат экен. Сол сыяктуу биздин де кийимибиз азыркы истелип жаткан нерселер. Ой өрнөк жагынан о кездегиден де кем эмес деп ойлойм. Мендеги бир эң жакшы эрекчелик мына кийимдин реңин сайкестирүү, онун ой өрнөктүн реңин сайкестирүү, ол байыркы өрнөктөрдү жаңалап жасоо жагында менин эрекче өзүмдө бир эрекчелик бар. Сол себептен менин кийимдерим әрі кымбат, әрі әдемі, сондай болуп чыгат. Енді мына кийим мәдениети деген бул үлкөн мәдениет, кай бир улутты да осы эрекчелендирелетін, сонун мәдениетин жогорулататын осы кийим. Саканада да көрүп жүрөсүздөр, бай болуп, кедей болуп, осундай чыгып жатат го, сонун баары кийим аркылуу бейнеленип жатат. Енді бунун кийимдин ролу эрекче күчтүү. Ал эми сол саканалык кийимди кийип апсың ғой, турмуштук кийим неге киймейсиң деп жатат го. Саканалык кийим бир шама әрленип, онун саканалык деңгээи жогору болгондуктан, ол үйткөнү көрөрмөн көзүнө түсөтүн эрекче болгондон кийин саканалык кийим деп аталат. Эми сону кээ бир кийип алган кездерде турмуштук кийим менен чаташтырып алатын жайыбыз бар. Бурун эми биздин байыркы кийимдеримизде саканалык, турмуштук деп бөлүнбөгөн гой. Ким колу жетсе, керемет кийимди ким жасай алатын болса, сол кийимдерди сол адамдар кийген. Енді қазір біз өз киімдерімізді мына тойларда, мереке мейрамдарда осы қазақы ұлттық бояу сіңген киімдерімізді киіп жүруімізге өте болады. Өйткені заманның талабы да сол, өзіміздің қазір жастардың осыған болған қызғындылығы өте күшті. Ұлттық киімдерді кисек, өз ұлтымыздың байырғы нәрселерін кисек дейтін балалар көп. Енді біздің ұлтымызда мына еліктеушілік өте көп, өте мынадай күшті болады. Өйткені біз шетелдің киімдерін кисек, жақсы көрінетін сияқтымыз, жаңа заманның киімдерін кисек, жақсы ұлт болатын сияқты ұқсап тұрамыз. Әмәлиятта біздің өрнектеріміз, біздің байырғы нәрселеріміз өте керемет. Оны енді біз өзіміз кисек біртүрлі намыстанамыз ба, жоқ қорланатын сияқты боламыз ба? Мысалы, жиналыстарда, мәжілістерде осы өз ұлтымыздың киімін кимейміз ғой. Басқалар деген моңғолдар, мысалы, моңғолша киініп барады, той томалақта да бәрінде. Мына Чаушан ұлтын көрсеңізде, өздерінің той кездерінде өздерінің киімдерін киіп алады. Мысалы, бізде оған жарайтындай, одан да керемет киімдеріміз бар. Тайға таңба басқандай қазақ дейтіндей киімдеріміз бар. Бірақ неге біз соны кимейміз, намыстанамыз ба, жоқ, қорланатын сияқтымыз ба? Онсыз да қазір біздің ұлтымыздың ой өрнектері жаман болса, басқа ұлттар қызығып қарай ма? Өйткені қазіргі заманда осы біздің ұлтымыздың ой өрнектері жақсы болғаннан кейін үй жиһаздарына, оның мына кинода, концерттерде осы киімдеріміз, осы өрнектерімізді киімге салып киіп жатқандығын өз көзіміз көріп жүр. Ол жаман болса, неге ол ұлттар қызығат? Сондықтан біз өз ұлтымыздың киімін ешқандай жатсынбай ұлтымыздың киімін киюіміз керек. Қолөнер шеберлері ою өрнекті әр заттың өзіне лайықтап, жарасымын, үйлесімін, сәнін тауып, әсемдігіне жеткізе шынайы көркемдік беріп жасаған.
Ою өрнек түрлері өте нәзік түрде түскен. Мүйіз оюы қазақ халқының ою өрнегінің төркіні деуге болады. Өйткені барлық жаңа элементтер соның негізінде жасалып, тек атаулары ғана өзгеріп отырған. Мысалы, қошқар мүйіз, арқар мүйіз, бұғы мүйіз, қырық мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз, сынық мүйіз, төрт құлақ, түйе табан, сыңар өркеш, қос алқа, құс қанаты, қаз табан. Қолөнер шеберлері осы элементтердің сан түрлі композициясын жасап, бұйымдарға отымды пайдаланып келді. Сондықтан қазақтың ұлттық ою өрнектерінің ең басты көне мәнері, әртүрлі мәнер туындатушы ою өрнегі мүйіз өрнек болып табылады. Көптеген біздің оюларымызда қазір басқа ұлттардың әрқандай бір жерінен іздесеңіз табылады. Өйткені қазір мәдениет алмасып жатыр, көптеген нәрселер бір-біріменен сәйкесіп жатқаннан кейін біздің де көптеген нәрселеріміз басқа ұлттардың киімдерінен, мына үй жиһаздарынан, қыналардан осындай жүз беріп жатқандар өте көп. Ал енді басқа ұлттың ішінде Юнан гүжірдағы аз ұлттар енді сол өрнеген бізге қарайлас ұқсап қалады. Өйткені оларда гүл өрнектерінде тоқыма арқылы, оның кейін мына келептен жасаймыз ғой кезінде, сол сияқты бұлар тоқымаға көп істетіледі. Өйткені біздің өрнектеріміздің ішіндегі мына әсіресе түс кигіздердегі алаша, бұрын тоқыма бау, сол сияқты нәрселердің кейбір өрнектер соларға келіп қалады негізінен. Сондықтан мына чидегі өрнек болсын, құрдағы өрнек болсын, бәрін киімге сіңіріп, киім арқылы халыққа және де осы өрнектерді жариялауымыз керек. Киімге және мына қолөнер бұйымдарына. Қазір енді сол мына киімдердің кейбір өрнектер көп үлкендеу болып кетіп жатса, соның бәрін сырмақ болып кетіпті, ойбай андай болып кетті, мындай болып кетті деп жатыр. Қазір енді біздің мына кигіз үйімізде жоғалып бара жатыр. Оның ішіндегі өрнектеріміз кигіз үймен бірге де жоғалайын деп жоғалу үстінде тұр. Өйткені мына темір үйлер көбейіп кетті ғой қазір. Сол сияқты біздің ол кигіз үйіміз жоғалатын болса, оның ішіндегі ою өрнектеріміз де түгелімен жоғалады. Қолөнер бұйымдарға, киімдерге және басқа жиһаздарға салу арқылы сол өрнектерімізді сақтап қалсақ, сол атауларын сақтап қалсақ, сол атаулар арқылы киімдер жасасақ, сөйту керек негізі. Солай болғанда біздің ұлтымыздың байырғы нәрселері өшпейді және жалғасты ұрпақтан ұрпаққа қала береді демекшімін ғой. Оның кейін біз кигіз үйдің өрнектерін, баудағы өрнектерді кескін болғандықтан ер адамдарға қазір қолданып істетіліп жатыр. Өйткені алашадағы өрнек, баудағы өрнек, одан кейін мына түс кигіздің өрнектері осы киімдерге салынып жатыр. Енді бұнда сырмақ киіп апсыңдар деп кейде бір өрнек қаптап кетсе сөйтетіні бар, бірақ та қазіргі жағдайда сол ой өрнектерді де үлкейтіп, кеңейтіп, тіпті де үлкен өреге көтеріп, өрнектің өзін де солай бір өрнектің өзін бір киім қылып шығып жатқанда қазір жағдайлар бар. Халқымыздың бізге жеткен ою өрнек үлгілері ұлтымыздың мәдени дамуының шежіресі, халықтың рухани және материалдық өмірінің айнасы. Мәдени бай мұра, сарқылмас қазынамыз. Атап айтқанда, ою өрнек халқымыздың тарихын, шежіресін, жағрапиясын, мінезін, ерлігін аңдататын пәрменді өнер. Енді бұрын осы киім өрнектерін қойып, төрткүн өтеп, бүтін нәрселеріміздің бәрін жойып тастадық қой. Содан кейін елге пікір айтуға, сен неге мынаны істеп жатырсың деуге келмеді. Енді зерттеп, нақ қазақи дүниені шығаратын жерге енді келіп отырмыз. Өйткені адамдардың санасы ашылды, қоғам дамып келе жатыр жылдан жылға. Одан басқа ұлттар да дамып бара жатыр. Солардың ізіменен бізде жүріп, біздің ұлтымыздың нәрселерін және де дамытса, ұлттық киімдерімізді және де әрлендірсек, одан да жоғары өреге көтерсек деген ойлар, ой түрткілдер келіп жатыр. Киім кешекке түсетін ою өрнектерді және өзіміздің ою өрнектерімізді зерттейтін бір қоғам болса, және зерттеу орны болса деп ойлаймын. Өйткені біздің мына ою өрнектерімізді байырғы заманның нәрселерін қайткенде осы заманға үйлестіріп, қай жерге оюларды қалай салуымыз керек. Мысалы, тіл өнерінен бұрында біздің мына киім кешек одан да бұрын дамыған. Бір тілді кіргізу үшін оны қаншама зерттеліп, сол арқылы, зерттеу арқылы бұл бір тіл болып қалыптасып келеді. Сол сияқты біздің ою өрнектерімізде осы зерттеу арқылы осы үлгілер болып шықса деп ойлаймын.